Келесі 514-ші есеп өрнектің мәнін табыңдар дейді. Енді бұл жерде x-тің орнында мәндер берілген. Соны x-тің орнына қойып бөліндінің мәнін табамыз. Енді бөліндінің мәнін табу үшін мына бір ережелерді қолданамыз. Яғни бөлінгіш пен бөлгіштің таңбалары әртүрлі болса, бөлінді теріс сан болады. Бөлінгіш пен бөлгіштің таңбалары бірдей болатын болса, онда бөліндінің мәні оң сан болады. Енді бұл жерде минус 8,1 бөлінген x деп берілген, x-тің орнында 3 деген сан. Яғни бұл жерде бөліндінің бөлгіш пен бөлінгіштің таңбалары әртүрлі болғандықтан мәні теріс сан шығады. 8,1-ді 3-ке бөлетін болсақ, 2,7 шығады. Енді екіншісінде таңбалары бірдей болғандықтан оң сан шығады. Яғни 8,1-ді 0,9-ға бөлетін болсақ, 9 шығады. Келесіде де таңбалары әртүрлі, сондықтан теріс сан шығады. 6,5-ді 1,3-ке бөлетін болсақ, 5 болады. Мына жерде таңбалары бірдей, сондықтан оң сан шығады. 5,2-ні 1,3-ке бөлетін болсақ, 4 шығады. Келесі үшіншіде таңбалары бірдей, сондықтан оң сан шығады. Яғни 8,5-ді 1,7-ге бөлетін болсақ, 5 шығады. Келесіде енді мына жерде жазып аламыз. Минус 8,5 бөлу. Мына жерде минус пен минус плюсқа айналып кетеді. 5. Енді теріс санды оң санға бөлетін болсақ, теріс сан шығады. 8,5-ті 5-ке бөлетін болсақ, 1,7 шығады. Келесі төртіншісінде екеуі де теріс сан болғандықтан бөліндінің мәні оң сан шығады. 4,5-ті 1,8-ге бөлетін болсақ, 2,5 деген сан шығады. Келесіде таңбалары әртүрлі, сондықтан теріс сан шығады. 9-ды 1,8-ге бөлетін болсақ, 5 деген сан шығады.